Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Олай ма? Оты тайлақ аман есен ба? Қалайсыздар? Кеш жетіп келе жатып, аман есенсіздер ме? Енді бүгінгі жаңалықтарды айта кетейік енді. Жаңалық өте көп. Ресей жағынан да, Украина жағынан да, Қазақстан жағынан да, тағы Еуропа жағынан да, Америка жағынан да әңгіменің ашық жаңалық өте көп болып тұр. Енді шет-шеттен айта кетейін. Дауысым қалай естіледі? Енді айқайлап сөйлеймін мына грузовойда. Енді грузовой екен, шүкір жүріп жатыр, бірақ былай авиашумка деген нәрселерді енді біз ұмытуға болады екен. Шүкір енді жүріп жатыр. Шүкір дейік, шүкір. Шүкір. Ертеңге жейтін наным болса шүкір де деген болса мен шүкір дейік. Общем, әңгіменің ашығы әлемнің экономикасын ұстап тұрған G7-ның жиналысы болған. Ол жерде енді бұрын G7 плюс 1 қателесіз форматында енді әлемнің дамыған елдері және дамушы ел ретінде қателеспесем Ресей қатысатын. G7 ресейліктер плюс 8 деп қоятын енді. Сол жиналысқа Ресейдің орнына Украина осымен 5-ші жолы қатысып жатыр. Енді қонақ ретінде. Енді олар Еуропа еске Еуродаққа қосыламыз, қосылмаймыз, анау-мынау, НАТО-ға қосыласың, қосылмайсың деген әңгімені айтып жатқан кезде қазірдің өзінде Украина G7-ның әңгіменің ашығы төрдегі қонағы болып енді әңгіме айтып жатыр деген сөзбен бір шетке тоқтап сіздерге әңгіме дейін. Тіркелушілерім, желмая, сен не болды сен? Қойсай сен тоқтап сөйлесей деп айтатын шығар енді. Ой, рахат болып қалды, құлақ. Әңгіменің ашығы сол жиналысқа барған, ол жерде Трамп келген, енді барлығы келіп әңгіме айтқан, енді ресми бейресми әңгімелердің барлығын айтып берейін сіздерге. Украина мен Ресейдің арасында қақтығыс жақсы болып жатыр дейді. Украина қолдан келгенше Ресейдің әскери саласындағы бензин өндіретін халыққа керек бензиннен барлығын зардап шеккізіп жатыр екен. Неге десеңіздер, енді Крымнан бастап, енді Крым енді былай қарасаң, жартылай арал емес болып тұр. Қазір енді ана мост құласа, ол енді арал болып қалады. Кезінде Украинаның жері болған 2014-16 екен. 16 жылы енді ол жерді Ресей басып алған енді. Сол жерде және де Ресейдің 50 облысы дейміз ба, аудан дейміз, сол жерде қазірдің өзінде бензин өте тапшы болып жатыр екен. Енді оны сіздер де естіп жатқан шығарсыздар. 20 литрден 10 литрден талонмен сатып отыр деген әңгімелер айтып жатыр. Және де Украинаға да оңдыртпай шабуыл жасапты. Енді Ресейде не бар, соның барлығына шабуыл жасаған ғой. Мотоциклмен мініп, машинамен, біздің тілмен айтқан кезде жаяу әскер бір шепті бұзып кіруге талпынған екен, бірақ Украинаның дронмен шабуыл жасайтын әскерлер оны байқап қалып, әңгіменің ашығы өздерінің шебіне жеткізбей шабуыл жасап келатқан әскерді, Ресейдің әскерін әңгімені ашығы тас-тақтан қылып жеңіпті деген әңгіме шықты. Одан кейін G7-де мынандай әңгіме болыпты. Ол жерде Украинаның жер тұтастығы, Украинаның анаусы, Украинаның мұнасы, Украина 91 жылы қандай болып қалған, же болмаса 2022 жылы, 2023 жылы Ресей шабуыл жасаған кезде Украинаның жері қандай еді, сол жер тұтастығын сақтауға және де біз Украинаға әңгіменің ашығы түрші жыртылғанша енді соңына дейін көмектесеміз деп сол G7-де қол ұстасыпты деген әңгімені айтты. Және де Ресейге санкция саламыз депті. Еуропада жаңа санкция салады, газына, мұнайына, енді біз білетін, біз білмейтінде санкцияны тағы қатайтамыз депті. Америкада айтыпты. Ресейге қысым келтіретін уақыт енді келді деп ойлаймыз. Неге десеңіздер, енді Американың Трамп өзі сөйлемеген, ол жерде Американың хатшысы ма екен, же болмаса Американың сол Марко Рубио болмаса G20 екен, же болмаса хатшысы ма екен, сол сөйлепті. Трамптың Иранмен жасаған келісімде қазір Ормуз бұғазы ашылып тұр. Қазір
дәл қазір Ормуз бұғазы ашылып, кемелер ары бері мұнай тасып жатыр. Қазір әңгіменің ашығы Ресейдің мұнайы нарықта жоқ болса да ол ешкімге әсер етпейді. Сондықтан Ресейге мұнай саласында және де газ саласына санкцияны енгіземіз деп айтыпты дейді. Одан кейін пшеница деген оны ғой енді, оны мен мүмкін қате айтып тұрмын. Бірақ Ресей экспорт жасайтын, әлемге экспорт жасайтын ұн болмаса, ұн ғой деймін, пшеница деді енді, ұн. Енді орысшадан мүмкін қате аударып тұрмын. Қазақстан заң шығарыпты, бұл енді жақсы заң деп ойлаймын, енді рахмет кім шығарса да. 6 ай, енді ол заң күшіне енгеннен бастап 6 ай шетелден пшеница алмаймыз депті. Ол деген сөз енді ең біз көп ұн алатын мемлекет ол Ресей екен. Ресейден ұн алмаймыз уақытша 6 ай депті. Енді ол мүмкін бізде ұн қымбатты, же болмаса бидайды көп егіп, ұн өте көп болып тұр бізде деген сөз. Не болса да Ресейдің экономикасына минус келейін деп тұр деген әңгімені айтып жатыр. Енді ол енді жақсы деп ойлаймын енді. Одан кейін бір енді G7-дің жиналысы болып отыр, жабық есікте. Енді қалай айтсам екен? Енді жабық есіктің ішінде G7-дің елдері және де Зеленский сөйлескен кезде Трамп мынандай әңгіме айтқан дейді G7-дің елдеріне. Мен Украинаның жер тұтастығын сақтауға, енді бұрын алдында айтып өтті ғой, енді ойбай бере салсай жерді, бере салып мына соғыс тоқтатайық. Бұл соғыста Трамп енді айтып жатыр ғой, енді жер енді бере салайық жерді, қанша әскер өліп жатыр, адамның өлгені жерден қымбат емес қой деген сияқты әңгімені айтып жатыр еді. Осыдан Еуропа елдері күмәнданып тұр еді, Украинаның жер тұтастығын беріп қойсақ, кейімізге шабуыл жасамай ма тағы да деген сияқтынша. Енді жабық есіктің арғы жағында, есіктің арғы жағында бұл бірақ бейресми. Есіктің арғы жағында мынандай әңгіме болған дейді. Трамп айтыпты Еуропа елдеріне: сендер маған Ормуз бұғазы олай-бұлай болып, енді Иранмен тағы да бір ұстасып қалып, же болмаса бір-екі шапалақ беріп, болмаған бір-екі шапалақ беріп жіберетін болса, енді соғыс болып кететін болса, Ормуз бұғазынан кемелер өтетінді Еуропа елдер және де біз болып соның қауіпсіздігін қамтамасыз етейік. Сендерге мен қойған шартым, ал мен Украинаның жер тұтастығын сақтауға, оны Ресейге беріп жібермеуге мен сендерге түрсе жыртылғанша, басымдағы сары шашым түскенше сендерге көмектесем деген әңгімені айтыпты дейді. Және де G7-де мынандай әңгіме болыпты дейді. Украинаға енді шетелдің қаруларын алып келіп Украина жерінде өндіруге мүмкіндік берейік, же болмаса әпкеп Украинаның жерінде қаруды өндірейік деген әңгімені айтып жатыр екен. Және де Еуропа елдері және де Америка Украинаға жаңа қаруларды берейік деген әңгімені айтып жатыр екен. Зеленский енді өз жері үшін, өз елі үшін енді 4 жылда қалай қартайып кетті деймін да. 4 жылда қалай қартайып кетті. Жап-жас бала еді. Енді оны көбісі ойбай ол актер болып келді, анау болып келді, клоун болды, анау болды, мынау болды дейді. Бірақ қалай болып келсін? Клоун болып келе ма, же болмаса одан да жаман болып келе ма, бірақ өз елі үшін өлсем өлейін, өлігім осы жерде, Украина жерінде қалады, бірақ жерімді бермеймін деп тұрған әлемдегі енді саясаткерлердің қазір бірі деп ойлаймын енді. Бірі болмаса да екінші орында тұрған саясаткердің біреуі. Өйтіп енді Ресейде енді үлкен ғой, енді үлкен әлемдегі жер бірінші қателеспесем. Енді 90 енді есістер тарқағаннан бастап олар даму бағытын тек қару өндіруге, қару саласына соғыс болып қалса деген мақсатта олар жүргізді дейді. Қару оларда қазір біз ойламаған күйде көп болуы мүмкін дейді. Же болмаса қарулары аз қалды дейді. Сонда елге кішкентай құрттай ел, бір 50 миллион мүмкін одан ары, одан бері халқы бар. Бірақ жері бізбен салыстырғанда құрттай ел. Өліспей беріспей тұр да. 5 жылдан бастап, қате айтпасам, Украинаның 4 жыл 5 жыл болды ғой соғыс болып жатқанда. Болып қалды ғой. Украинаның жерінің 19%-ын алды, алмады әлі белгісіз болып тұр дейді. Енді Трамп енді әңгіменің ашығы. Егер бағанағы есіктің арғы жағында әңгіме болған, шын әңгіме болатын болса, онда Трамп екі бүктеп бір тағайындап тұрған әңгіменің ашығы.
Оңай болып тұрған жоқ ешкімге. Тағы да Зеленский былай айтыпты, егер соғысты бұл қыс бізге осы 2026-ның қысы бізге өте қиын болды деп. Өте қиын болғанда да қиын болды депті. Егер бұл соғыс келісіп бітпейтін болса, келесі қыс Ресейге оңай болмайды депті әңгіменің ашығы. Неге десеңіздер, күнде жарылыс, күнде дума, күнде той, Шымкент болады екен әңгіменің ашығы. Жақсы. Больницадан келе жатырық. Больницаға вообще барып келін балдарыңыз жатқызып келе жатырмын. Дұға етіп қойыңыздар деймін, не деймін енді. Қазақстанда енді не болса да дұға тек дейді ғой. Дұға етіп қойыңыздар, бір жазылып шықсын енді. Байланыстамыз, жалпы сол көңіл күй болмай келіп жатқан, бірақ жаңалықтарды оқып тіркелушілеріме де бір жаңалықтарды айтып қояйын деп айтып жатыр. Жақсы, байланыстамыз.